Достар, қанша мал басын ұстаған тиімді? Қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар комментарийде. Менің ойымша ең тиімді мал басының саны ол 700. Яғни әртүрлі мал басы, мысалы, ірі қараны 400 шақты ұстауға болады, жылқыны 300. Немесе құр ірі қараны 700 бастай ұстауға болады. Яғни 700-ден асырмау. Мына мәселеге тек қой ғана кірмейді, себебі қой арзан тұрғандықтан және оны көп бас ұстау керек болғандықтан қойда меніңше 3000 бастан асырмаған дұрыс. Неліктен? Себебі адам өзі қанша басты бағып ұстай алады, сонша ғана ұстау керек. Ол одан көп ұстаса, онда оған жұмыскер жалдау керек. Қазіргі таңда жұмыскерлер жоғары жалақы талап етеді, себебі бары қымбаттауда. Сонымен қоса жұмыскер ол ешқашан біреудің малына тиянақты болмайды. Ол немқұрайлық білдіреді, жалқаулық танытады. Сонымен қоса ұрлыққа да баруы мүмкін. Яғни жұмыскер жалдап ұстаған мал өнбейді. Сонымен қоса мал өзін өзі жейді деген мағына бар. Яғни мал бір санға дейін қарқынды өседі, ал содан кейін тым көбейіп кеткеннен кейін ол өзін өзі жей бастайды. Оған жайылым жетпейтін жағдайға келеді. Мал бір-бірімен қырыла бастайды. Сонымен қоса малды игере алмай қаласың. Яғни шығын әлде қайда көбейе бастайды. Мысалға үлкен фермаларды алатын болса, малдары көп ұстайды, мысалы 10 000 бас ұстап атады, 5 000, 7 000, 6 000 ұстап атады әртүрлі дәрежеде. Бірақ көптеген үлкен фермалар олар табысқа кенеле қоймайды. Олар көбінесе нөлге шығады, және көп фермерлер оны айтып жатыр, біз нөлге жапсақ уже жақсы деп. Себебі оларда уже штат керек, оларға трактористер керек, оған управляющий менеджерлер керек, оған малшылар керек, және барлығы жоғары жалақы сұрайды. Ал ол жұмыскерлерді қадағалап, тиянақтылық қылдыру, малды дұрыс баққызу ол әлде қайда қиын. Себебі адамдық ресурс мәселесі өте қиын сұрақ болып табылады.